Жахан тағы да үйленіп, 3-ші жас пәк қыз алды деседі. Ал осы жаңалықты естіген Жаханның экс-жұбайы Балжан Бидаш былай деді. Иә, елде жақсы жаңалық болып жатыр екен. Әр адам қалағанша бақытты болуға лайықты, қалағанша өмір сүруге құқылы. Дұрыс, бұрыс деген нәрсе жоқ. Тек дұрыс адам болып қалу маңызды. Маған бақыт тілеп жазып жатқандар қаншама. Рахмет. Достар, ата-анам мен халықтың қолдауының арқасында сол кезеңнен тез өтіп кеттім. У всего есть свое время и место. Я благодарна этому опыту и принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Как в действительности и оказалось, планы Всевышнего гораздо лучше, чем наши. Деп жазды Жаханның бұрынғы әйелі Балжан Бидаш. Ал сіздің ойыңыз қандай? Саған тренд не керек? Не істеп тұрсың сен? Мен сенің жасың 50-ге келіп, шығар анауыңды. Шығар анауыңды. This is...